Видеоның кесірі мен қызыма тиіп кетсеші. Сол себепті ғана мен осы жолы соңына дейін барамын деген шешім қабылдадым. Шынымен сол видеода мен болсам, мен может жоқ болып кететін шығармын. Алла сақтасын, мен өзіме қатты сенімділігімді білемін. Сенемін да өзіме, мен білемін осыны. Мен ең бірінші абыройды ойлайтын адаммын. Атақ, ақша емес, маған бірінші ойын абырой. И осы жағдай болғалы маған қаншама қыздан хат келді. И мен де бүгін жасап көрдім да, может Аллах тағала бұл сұрақты маған жіберді, басқа қыздарға, басқа әйел адамдарға көмегім тисін деген сияқты. Осыны қолға алсыншы деген сияқты деп ойладым. Өтініш, қазақ елі, осы видеоның астына МВД, прокуратура, барлық РУВД-ның атын жайлайтыңыздерші, олар қозғалсыншы. Потому что менің өзім қолға алмасам, ешкім қозғалатын түрі жоқ. Кім кепіл ол сіздің басыңызға түспейтініне? Оқырмандарым, достарым, таныстарым, өтініш, жаңағы видеодағы қызды танып, қандай да бір ақпараттар болса, жіберіңіздерші, номер қалдырып кетемін. Немесе жаңағы видеоны таратып жүрген адамдар туралы ақпараттар болса, барлығын жіберіңіздерші. Сіздердің қолдауларыңызбен, сіздердің көмектеріңізбен әділдікке жетеміз. Мен бұл ақталғаным емес, ең біріншіден мен абырой және де қызымның болашағы.